Ал таң жарғаға, мынау бүгін Сарыобаға кеп, біздің сапарымыздың алғашқы күнінде осындай жаздың бір жайлы түнінде отырмыз. Мынау енді ат тревел клубы болды, ашылды. Одан кейін кеңейіп қанатымыз ұлттық ат туризм федерациясы болдық. Енді міне осының қайдан бастау алды, неден бастау алды, кімдер ұйытқы болды. Сіз осы мысалы біздің Берік Ақылбеков ағамызбен жаңағы әңгімеңізге қараған кезде екеуміз бірге бастаған адамдар екенсіздер. Ниеттес, тілектес, мүдделес кісілер екенсіз. Сол жайлы бір көрерменге толық бір ақпарат беріп жүрсеңіз. Енді сұрағың орынды. Рахмет. Біз енді Берік екеуміз бірге бастағанда мына көзқарасымыз бірге сәйкес болған. Ол кісі өз алдына осы туризм саласында бастамаларды осыдан 6 жыл бұрын бастап, өзінің баласымен бастап ең басында. Одан кейін қолдаушы ат тревел клубының мүшелері шетінен қосылып отырған ғой. Көзқарастар сәйкес болғаннан кейін жаңағы жылқы адамның бірнеше адамның өзі қызығушылық арқылы таныстырып жібереді. Мен де бір күндері Тайтөбе ауылында тай жарыстан бастап балалардың жай атқа еліктеушілердің көкпардың ержаларын үйретіп сөйтіп жүрген кезімізде наурыз кезіндегі ұлттық мерекелердің, салт дәстүрлердің өткізуіне мұрындық болып жүргенде Бекен келіп бір күні. Сол жерде таныстыңыздар. Сол жерде танысып екеуміз енді бірге бір бағытта көзқарасымыз келеді екен. Бірге сезек қалай болады? Атқа мінудің өзіміз енді осы. Содан біртіндеп бастап кеттіңіздер. Дәріптеуін бастап кеттік. Енді мынау мынандай бір сұрақ болса, қызығушылар көп пе? Қазір мысалы келушілер бұрынғыдан көрі артып келеді. Ат жете ме оған? Атты мысалы сіздер өз ақшаларыңызға асырайсыздар ма, әлде бір спонсорлар бар ма, сол жағынан мемлекеттен қолдау бар ма деген сияқты? Жақсы. Қызығушылық қазіргі күнде көп болып жатыр. Ол бізді қуантады. Негізі ат жалын тартып мінген қазақтың баласы ойы таза болады. Басқа ойындармен алданып басқа жаққа, бұзықтық жаққа кетпейді. Біз оны білеміз. Өзіміз бала кезімізден тай мініп, жабағы мініп бастағаннан кейін осы ұлттық ойындарды қатырып ойнамасақ та, осы бір тәрбиеден шықпай жүресіз. Аттың маңайындағы ағалар жағалап сөйтіп жүреді олмыз. Қазіргі енді қатары көбейді, ұлдарды қойып, қыздар көбейіп келіп жатыр. Оларға егер дұрыстап бір үйретсеңіз, онан ары қаратай олардың тағарласатын дос жарандары келе береді. Ат енді біздің өзіміз жеке меншігімізде 10-15 аттай аттарымыз бар. Негізінде жуастары 12-13 аттай. Соны мінетін адамдардың қатары қазір көбейді. Клубтың мүшелері келіп мінеді, сенбі-жексенбіде, және қызығушыларды. Ал енді біз ат тревел клубы болған кезде өзіміздің жеке инициативамызбен жүрген болсақ, қазір енді осы жақын маңда ұлттық ат туризм федерациясы құрылып, енді үкіметтен қолдау болады ма деген ойдамыз. Қазіргі мына 1000 шақырымдық бірінші тұсаукесер сапарымызда осы бірқатар сұрақтар шешіледі. Өзіміздің аттарымыз сыналып, ат үстіндегі жігіттеріміз, бауырларымыз сыналып келеді. Ары қаратай бағдарламалар бар, негізі жастармен жұмыс жасайтын ойларымыз да бар. Соның бәрін бір жақсы жүйелі бағытқа саламыз деп ойлаймыз. Аттарды мысалы жаңағы күтіп баптау, сапарға дайындау қаншалық көп уақыт алды мысалы? Бұл енді атты қалай таңдайсыздар мысалы? Мысалы, менен көп адам сұрап жатады, бүгін сапарға шыққан кезде біраз адам сұрады, қандай атпен кетіп барасыңдар? Тұқымы қандай ол аттардың деп. Өте орынды сұрақ оныңыз. Бұл біз анау қазағанды аттар енді бұл сапарға жарайды деп, жарамайды деп кесіп айтпаймыз. Негізі сапар алыстаған сайын ат негізі жергілікті жылқыдан таңдалынып алынады бізде. Ол жуас болу керек, онан кейін төзімді болу керек. Жаңағы
өзі түнеген жерде өз тамағын өзі тауып жей алатын ат болу керек. Ал енді таза қандыларға олар күтім керек дейсіз ғой. күтім керек те. Олардың енді сапарда ұзақ сапарға суғарылуы, жем берілуі дұрыс болмай, олар шыдамауы да мүмкін. Сондықтан біз көбінесе жергілікті жылқыларды, тау тасқа жүретін жылқыларды таңдаймыз. Қазір біз мына 4 облысты басып өтетін болғандықтан бізде таулы, тасты жеріміз өзгеріп отырады күнделікті. Яғни жаңағы мақтаулы ақалтекеңіз, ағылшыныңыз, арабыңыз, орловский рысактарыңыз, бұлар жолда қалдыратын аттар деп ойлайсыз ғой, былайша айтқан кезде? Жолда қалдыратын аттар болғанда енді күмәнді дейсіз ғой. Күмәнділеу. Біздің енді ат түсірінбей жер танымас деген қазақта бір сөз бар. Ол не дегеніңіз? Жаңағы жергілікті жылқы түнде де жол табады, күнде де жол табады. Ал енді светпен бір бөлмеде ұсталып тұрған ат далаға шыққаннан кейін кәдімгі Адасып қалады дейсіз ғой? адасып қалады. Ол енді мен өз ойым, енді атбегілер ренжімесін, әркім өз атын мақтайтын заман ғой, бірақ біз жергілікті қазақ жылқысын негізі дәріптейміз, оны қазақтың атқа мінуін дәріптейміз. Ата-бабаларымыздың ізімен, солардың жолымен жүрсек оңды болар еді. Жақсы. Енді мынау жастарға айтар тапсырар тілегіңіз, мысалы? Енді біздің жастарымыз батыр болса екен, батыр болып, бір соғыста біреуді қопарып тастаған емес, атқа мініп, ат жалын тартып мініп, атпенен жұмыс жасап, онымен спорттық ойындарға қатысып, жарыстарға қатысып, жүрсе соның өзі бір үлкен іс болар еді. Біздің қазақтың жаны атымен бірге болғандықтан, біздің ат үстінде ғана генетикалық кодымыз сыр береді ғой. Соның мәнін түсінеміз. Жаңағы жылқыны жақсы көреміз. Неге жақсы көреміз? Жылқы жақсы энергетикасын адамға береді негізі. Ал жылқымен айналысқан адам бір жаманшылықты, қандай да бір бұзықтыққа барады деп ойламаймыз. Бұл жылқымен айналысқан адамның өзінің уақытының көп уақыты осы жылқының маңында болады. Таңертеңнен кешке дейінгі оның күтімі, баптауы, адам кәдімгі Демалады дейсіз ғой, рухани. Жақсы дос табады. Онан кейін аты да адамды түсініп бір жақсы серігі болады. Жолда қалтырмайтын болады. Егер алыс жолға шығатын болсаңыз, жаңағы өз жылқыңызды сынап, баптап, бәр жағынан біліп келесіз. Маған мысалы көп адам хабарласады, әсіресе қыздар хабарласады, дейді. Атқа мінгіміз келеді дейді, видеоларын, фотоларын көреді ғой. Қорқамыз дейді да. Мысалы, мен оларға жаңағы өз атым болмағандықтан ондай мүмкіндік жасай алмаймын. Алғашқы атқа мінбеген қыздар, жігіттер болса, қаланың ақ саусақтары, асфальттың балдары, олар енді балай ішкі қаны бар, олардың ішкі қаны шақыратын шығар да өздерін. Шақырады, әрине. Мысалы, солар сіздерге келсе, қандай көмек бере аласыздар оларға? Инструкцияларыңыз бар ма? Не істейсіздер? Біз негізі қауіпсіздік ережелерін бірден айтып шығамыз, барлығын түсіндіреміз. Қорқыныштарды сейілтіп, атпен жұмыс жасата бастаймыз. Атты ұстап, сылап, сипаудан бастап, ат қандай адамның келіп тұрғанын біледі. Өзіне егер жаңа бастап тұрған адам болса, ол атта жаңағы адамды қорқытып жүруге тырысады. Егер бұл адам қорықпай, жақсы, дұрыс аттың тілін таба білсе, атқа мініп оған ешқандай қиындық болмайды. Біз бірінші жуас аттан бастаймыз. Онан кейін жаттығуларды күрделендіре береміз. Адамның қандай мақсат қояды. Кейбіреу жүру, жай міну, ал кейбіреу атпен желіп шабуға дейін мақсаттар қойып келеді. Онан кейін біз мына туризм саласында болғаннан кейін бір командада істеп шығып кету 10 шақты адам аттарына мініп, бір 10 шақырымнан артық жерлерді жүріп өтіп үйренеді, негізі 100 шақырымнан астам жерге жүретіндей халге жеткізе аламыз. Қанша уақытта жеткізесіздер? Біз оны енді мақтанып айтсақ, осы бір айдың ішінде, бір ай жарымда толық адамды игеріп, жаңағы атпен шығарып жібереміз. Ал егер оны манеждегі үйрететін, конно-спортивный клубтардың үйрететін жағдайына келсек, оны айлап, жылдап үйретуге болады. Біз оны өзіміздің қазақи қарапайым тәсілдермен, осы көпшілік көш жолының тәсілдерімен жылдам арада үйретуге бере аламыз. Тек қана адам бізге сенім керек, ол өзіне сенімді болу керек біріншіден, атпен жұмыс жасай білу керек. Жақсы. Егер де атқа мінгілеріңіз келсе, қазақтың көшпенді салтын ұстанғыларыңыз келсе, жақсы дос тапқыларыңыз келсе, мынау төмендегі телефонға хабарласып, Таңжарық ағаның, Берік Ақылбеков ағаның қорасындағы тамаша аттарды мініп
үйренулеріңізге болады ағайын.